Сәлем достар, Али Майнкрафт каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Майнкрафттан хайте блин салатын боламыз. Бірінші біз белый бетонды аламыз, одан кейін пита из думан аламыз. И сосын есік, сосын қайттан белый бетон. Одан кейін дуба қоямыз. Келесі осылай қаттап шығамыз. Одан кейін дубаны аламыз. Сөйтіп 6 қоямыз. Дәл үстіне де сосын белый бетон. Келесі жағына да дәл солай орнатамыз. Әйнек арқылы дәл солай орнатып шығамыз келесі жағына. Мінекей осылай істеп аламыз. Белый бетонмен қаптап шығамыз әйнектерді. Осылай істеп алдық. Осылай әйнектерді қойып шығамыз. Белый бетонның ішіне. Достар, бұл хай-тек үй 2 этажды болады. Енді біз бұл үйдің төбесін дубамен жабамыз. Мен жартысын істеп болдым, бүтін жеп қалдым.
Мінекей достар, мен шифрын қойып шықтым. Енді осы белый бетонның үстіне қайттан осылай әйнек қойып шығамыз. Міне достар, мен әйнекті 4-5 етіп қойып шықтым. Міне достар, біз бір қабат етіп терезе қойып шықтық, және бұл бір қабатты терезенің ішіне дәл осылай терезе қоямыз, және бұның терезенің үстін белый бетонмен қаптап шығамыз. Естіп терезе қойып шығамыз қатармен. Терезенің қатармен қойып шықтым. Енді бұның шифрын дубамен тапшымыз. Дубамен қаптап шыққан соң бұл үй хаттеге өте әдемі болып шығады. Міне мен қаптап шықтым. Енді біз мұна бұл жерді қазып, бұл жерге бассейн саламыз әдемі болып. Ол үшін бізге белый бетон және су керек болады. Бұл бассейн ішіне өздеріңіз білесіздер, жұмыртқа арқылы балық саласыздар ма? Балық салсаңыздар, бірақ әдемі болады. Біз бассейн істеу үшін осылай қазып аламыз, және осылай белый не қойып шығамыз, бетон. Осылай қатармен қоямыз, және оның ішіне су қоямыз. Осыны өте әдемі шомылатын бассейн болады. Мен астын қойдым. Достар, сіз мына суды байқамай, или болмаса бетонды байқамай бір жерге тиіп көрсеңіздер, бұл су тасып кетеді.
Ayrıca videolarına katılıp geçtik. Yine dostlar biz mына жерде қазамыз. Неге десеңіздер, өйткені біздің үйіміздің сепола мынандай әдемі болып тұру үшін біз кілем қойсақ та болады. Или болмаса өздеріңізге ұнаған бір бетонды қоямыз. Sevgili dostlar, ben kazıp koydum. Biz bu жерге дуба қоямыз. Шындай әдемі көрінеді. Достар, егер де сіздерге дуба ұнамаса, крем қойсаңыздар болады. Мінекей достар, мен үйді бітірдім. Енді сіздерге далаға шығып осы үйдің көріністерін көрсетейін және ішін.